Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен 30 минутта дайын болатын балды торт дайындаймыз. Ингредиенттердің барлығы қол жетімді. Ең бастысы қамырын жеке-жеке жаюды талап етпейтін, оңай жасалынатын торт міндетті түрде дайындауға кеңес беремін. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны жарып аламыз. Содан соң үстіне шым тұз, шекерді қосып миксерлейміз. Екі-үш минуттай миксерлегеннен кейін үстіне ертілген сары май және балды қосып, тағы да бір рет миксерлеп аламыз. Содан оның үстіне қопсытқышты қосып, жақсылап араластырып аламыз. Содан миксерімізді баяу жылдамдыққа қоямыз, себебі ұнды қосқанда қатты шаршап кетуі мүмкін. Ұнды аз мөлшерден қосып, тағы да осылай миксерлеп аламыз. Соңында біздің қамырымыз осындай қатты қою немесе қатты сұйық болмау керек. Дәл осы видеодағыдай шығады. Енді пергамент төселген табамызға салып, тегістеп шығамыз. Менде табамның өлшемі 34-44 сантиметр. Егер сіздердікі кішірек болса, бөліп пісірсеңіздер де болады. Байқағандарыңыздай қамыр өте жұқа болады. Сондықтан тез піседі. Енді кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге қаймақ, қант ұнтағы және азырақ бал қажет. Үшеуін жақсылап қасықпен араластырып аламыз. Крем дайын. Корж 7 минутта пісті. Ал енді достар, пергаменттен алып, бұл коржды 4 бөлікке бөліп тортты жинасаңыздар болады. Ал мен балалардың қалауымен бірнеше майда бөліктерге бөліп, дөңгелек етіп жинадым. Тарелканың астына кремімізді жағып, оның үстіне бөлшектерді қойып шықтым. Және әр қабатына кремді жаға отырып, тортты жинадым. Торттың бетін әсемдеу үшін корждың шеткі бөлшектерін кішкене қатырып, осылай сақтап алсаңыздар болады. Дайын болған тортымызды тоңазытқышқа кемінде 2 сағатқа қалдырамыз. 2 сағат тұрды бізде, өте дәмді шығады. Бетін қалауынша жидектермен әсемдесеңіздер болады. Ас болсын. Назарларыңызға рахмет.